Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 111 сабақ. Тақырып бізде байқоңырым, мақтанышым. Сын есім тақырыбы. Тыңдаған мәтіннің мазмұнын айтамыз. Сын есім туралы білетінімізді еске түсіреміз. 33-ші тапсырмаға қарайық. Мәтінді тыңда. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Енді мәтінді оқиық. Ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық ақпараттарды құрастыруға, сынап, ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Одан көптеген елдердің ғылыми, коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ ақш, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылады. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серіктері жіберілген болатын. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдарын материология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын белгіле. Сол бойынша мазмұнын айт дейді. Балалар, бұл жерде тірек сөздер бізде ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық ақпарат, құрастыру, ұшыру, байқоңыр, халықаралық елдер, зерттеу бағдарламалары, жердің серігі, ақш, Германия, Франция, Үндістан, ғарыш кемелері, ұшырылу, Восток, Восход, Союз, Мир, жер серігі, биология, қорғаныс, экономика дамыту. Балалар, осылар осы мәтіндегі тірек сөздер болып табылады екен. Келесі балалар бізде 34-ші жаттығу. Алдымен мәтінді толық оқы, сонан соң сын есімдерсіз оқы. Сонда мәтін мазмұнында қандай өзгеріс болғанын айт. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғарғы температураға төзімді, жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарын да ойластыруы керек. Балалар, негізгі сын есімдер бізде жоғары, жеңіл, ал туынды сын есімдер қуатты, төзімді, сенімді болып табылады. Астында сұрақтар бойынша балалар мәтінді көшіріп жазамыз, сын есімдердің астын сызамыз. Яғни қайсы негізгі, қайсы туынды сын есімдер екенін анықтап астын сызып қоямыз. Келесі бізде 35-ші жаттығу. Берілген сын есімдерге сай келетін затты тап. Неліктен сол затты айтқаныңды дәлелде. Яғни шаш. Шаш бізде қалың, ұзын, бұйра, қысқа. Келесі сөз бізде бөлме. Бөлме кең, жарық, биік. Бұл сөздер заттың сипаты болғандықтан сипатқа барлық жағынан сай келетін сөздер, яғни сын есімдер деп айтамыз. Балалар, сын есім дегеніміз жалпы заттың сынын, сапасын білдіреді. Сұрақтары қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Сол себепті бұл жерде
қалың, ұзын, бұйра, қысқа деп шашқа сөздер берілген екен. Бөлме бізде кең, жарық, биік, қандай деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Келесі балалар бізде 36-шы жаттығу. Жұмбақты жатқа жаз, шешуін тап. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Жұмбақтың шешуі күн екен. Бұл жерде балалар сын есімдер үлкен, алтын. Келесі ақ сандығым ашылды, қызарып жалын шашылды. Аспанда бір айна бар, әлемді көріп айналар, яғни жауаптары күн болады екен. Келесі бізде соңғы жаттығу, 37-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Егер сен құрастырушы болсаң, қандай ұшақ түрін құрастырар едің? Кестедегі мәліметтерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбында мәтін құрастыр дейді. Бұл жерде бізде салмағы, жылдамдығы, түсі, пайдасы көрсетілген. Сол бойынша біз осыларды пайдаланып, балалар мәтін құрастыруымыз керек. Менің ұшағым тақырыбында. Менің ұшағым. Енді біз мәтін құрастырып көрейік. Менің ұшағым адамдарды тасымалдайтын өте үлкен және қуатты ұшақ. Оның салмағы 560 тонна. Оның сыртқы әсем көк түске боялған. Ал кейбір бөліктерінде қара және ақ түсті белгілер мен жазулар жазылған. Ұшақтың жылдамдығы сағатына 900 км-ге дейін жетеді. Бұл ұшақтың үлкен жылдамдықта ұшу мүмкіндігі оған қысқа мерзімде ұзақ қашықтықты қамтуға мүмкіндік береді. Ұшақтың басты мақсаты адамдардың уақытын үнемдеу және оларды қажетті жерге тез жеткізу. Біз, яғни жоғарыда көрсетілген сөздерден мәтін құрастырдық балалар. Осылай жазып алсаңдар болады. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Сабақ ұнаса менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар. Алда әлі сабақтар шығады. Сау болыңдар балалар.